Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Каналға тіркелгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Бүгін біз сізге жақсы үлкен тақырып айтамыз. Ол тақырыбымыз алғашқы түрік жазба әдебиетінің негізі және 8-9 ғасырлардағы әдеби шығармалар деп аталады. Алғашқы түрік жазба әдебиетінің негізін қалаған геолог Тегін. Ол көне түрік жазба әдебиетінің атасы болып саналады. Күлтегін білге қаған ескерткіштерінің мәтінін жазған автор. Геолог Тегін түркі тілдес әдебиеттер тарихында өз атымен аталған алғашқы автор болып табылады. Сонымен қатар білге қаған мен Күлтегінмен қатарлас айтылатын үлкен тағы шығарма бар. Ол шығарма Тоныкөк. Тоныкөк түркі тайпасынан шығып, Қытай жерінде туып, әскери білім алған қолбасшы, үш қағанға кеңесші болған, талай жорықтарға қатынасып, батыр қолбасшы атаған алған болатын. Оның Тоныкөк жырында түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым, қызыл қанымды ағыздым, қара терімді төктім деген шығармаларын оқуға болады. Осы түркі жазуларын зерттеуші Сартқожаұлының шығармасында былай деп айтылады. Мәңгілік ел идеясы түркі жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі, атақты Тоныкөк негізін қалаған идея деп айтылған екен. Яғни алғашқы түркі жазба әдебиеті туралы сөз болған кезде біз ең бірінші геолог Тегіннің Күлтегінмен білге қаған шығармасын, сонымен Тоныкөктің батырлық жырын айтамыз. Енді келесі 8-9 ғасырлардағы әдеби шығармаларға назар аударатын болсақ, ең алдымен аузымызға Қорқыт Ата түседі. Қорқыт Ата жалпы 11 ғасырдан бастап бұл шығарма қағаз бетіне түсе бастады. 12 жырдан тұрады. Қорқыт Атаның туған жері қазақ даласы, әсіресе Қызылорда облысына қарай жақындатып айтады. Қорқыт Ата туралы зерттеу жұмыстары өте көп жүргізіліп жатыр. Және Қорқыт Атаның нақты ұлты туралы дау-дамай негізсіз деп ойлаймын. Өйткені Қорқыт Атаның өмір сүрген кезеңінде әлі нақты ұлт қалыптаспаған болатын. Сондықтан да ұлы далаға ортақ тұлға ретінде Қорқыт Ата Өзбекстанның, Қарақалпақстанның, Түркменстанның шығармаларында да кездесіп жатады. Енді Қорқыт Атаның шешесі Қыпшақ тайпасынан, әкесі Қарақожадағы Оғыздардың қамы деп аталған тайпасынан шыққандықтан, көрдіңіз бе, бұл жерде үлкен дау-дамай туады. Ал Қорқыт Атаның негізгі күмбесі Қызылорда облысы Қармақшы ауданында орналасқан, қобыз іспеттес жасалған архитектурасы. Енді бір қызық жері, осы Қорқыт Ата күмбезіне барған тұлғалардың барлығы қобыз үнінің шығып тұратыны туралы айтып кеткен екен. Енді ары қарай айтатын болсақ, осы 1999 жылы Қорқыт Ата дастанының 1300 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді. Қорқыт Ата қонақжайлылық туралы былай деген екен. Қонағы жоқ қараша үйден құлазыған түз артық деп, кең сарайдай үй салып алып, ол жерде қу басы қусырып отыратын адамдарға негіздеп айтқан екен. 12 тараудан тұратын нұсқасы қазір Дрезден қаласында, 6 тараудан тұратын нұсқасы Ватикан мұражайында сақтаулы тұр. Қорқыт Ата кітабымен қатарлас айтылатын үлкен шығарма ол Оғызнама. Оғызнама шығармасына назар аударып қарайтын болсақ, ол 2 ғасырдағы тарихи оқиғаларға байланысты туған әдеби шығарма. 6 ғасырда парсы тілінде, 9 ғасырда араб тіліне аударылған. Оғызнаманың ең алғашқы ескі нұсқасын 13 ғасырда бірінші қағаз бетіне жазып қалдырған тарихшы Рашид ад-Дин болады. Ал Оғызнама дастанының 17 ғасырда толық жазып қалдырған тұлға Әбілғазы хан екен. Осы Рашид ад-Дин мен Әбілғазы ханға үлкен тарихи ескерткіштер қойылды. Өйткені бұндай қайталанбас шығарманы қағаз бетіне түсірген ең алғашқы әдеби танушылар болып мойындалады. Енді түркі әлемінің наным сенімдері мен діндеріне назар аударайық.
Түркілердің наным сенімі әу бастан тәңіршілдік болып есептелді. Ежелгі түріктер отқа, табиғатқа, көкке табынған болатын. Жан-Поль Рут көне түркілердің арғы ата-бабалары көк тәңірге табынған деп мойындайды. Қытай тарихшыларға тәңірге табынудың пайда болуын біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырға жатқызады. Ал зерттеуші Дерфер тәңіршілдік адамзаттың бір құдайға табынушылық діндерінің бірі. Тәңіршілдік басқа әлемдік діндерге әсерін тигізіп, оларды жетілдірді деп жазады. Ал неміс ғалымы Малуф болса, тәңіршілдік адамзаттың бір құдайға табынушылық діндерінің бірі деп жазып кеткен екен. Жалпы қыпшақ тайпалары тәңірге табыну дәстүрін ұзақ уақыт бойы сақтап келді. Әсіресе олардың көп сыйынған түрі ол Ұмай ана. Ұмай ана қазақ даласында шапағатын тигізетін отбасы қамқоршысы деп мойындалған. Ол туралы жазған қазақтың өте қысқа ғұмыр кешкен ғалымы Шоқан Уәлиханов айтты. Шоқан Уәлиханов Ұмай анаға табынған отбасының бақ берекесі тұрақты болады деген. Өйткені ол отбасы берекесі менен балалардың қамқоршысы деп жазып кеткен екен. Ежелгі түркілер сонымен қатар көкбөріге де табынған. Көкбөріде табынудың белгісі олар қасқырдың атын атамаған. Оны бөрі, қырғи деген атаулармен көрсетіп, әсіресе өздерінің түріктік астанасын Орда деп бергеннен білуге болады. Орда дегеніміз қасқырлардың ұйымы, өзінің өкіметін төр, алда жүретін салдарларын бөрі деп атаған екен. Дәл осылай ежелгі түріктерде қасқырлардың атауларын өз мемлекеттеріне құрып отырды. Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Боз Орда деп атады. Сонымен бірге қонақ жайлыққа келген кезде төрге шығыңыз, төрден орын алыңыз. Төр деп құрметтеп сипаттайтыны осы бөрілердің ұжымдастарының атауына байланысты шыққан екен. Ал өздерінің ең алдыңғы шепте жүріп отыратын батырларын, қайтпас қайсар батыр жауынгерлерінің барлығын қырғилар деп атады. Қырғи дегеніміз қасқырлардың ішінде мал шабуға және ұяластарын қорғайтын тобы аталады екен. Сонымен бірге түркілерде күн мен түннің теңелетін уақыты 22 наурызды жыл басы деп құрметпен қарсы алған екен. Яғни бұл күнді ұлыстың ұлы күні деп атап кетеді. Енді тәңіршілдікпен қатар қазақ даласында христиан дінінде үлкен орын алды. Әсіресе 5 ғасырда христиан шіркеуінен Несториан ілімі жеке бөлініп, оларды мойындамағандардың барлығы Византиядан қуылып, ал қуылғандар Арабия, Сирия, Иран, Орталық Азия жеріне таралып кеткен болатын. Әсіресе қазақ жерінде 7-8 ғасырлардағы Тараз, Мерке қалаларында шіркеулер салына бастады. Келесі мойындалған дін ол буддизм. Буддизм 7-8 ғасырларда Жетісу мен Орта Азияда 100-ге жуық монастырдың жұмыс істегенінен және олардың тұрақты монахтары болғанын дәлелдейді. Келесі мойындалған дін манихеизм. Ол 3 ғасырдың соңында ежелгі Иран жерінде пайда болса да, Тараз қаласынан манихейлік шіркеу мен зираттар табылған. Зороастризм біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырларда ежелгі Иранда пайда болған, бірақ Тараз қаласы мен Сырдария, Жетісу өңірлерінен олардың қабірлері табылды. Ал ислам діні 8 ғасырда Жетісу аймағына тарап, түркілер арасында ең алғаш Қарахан мемлекетінің негізін салушы Сатық Боғыраның тұсында қабылданды. Ал Мұса хан болса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялаған еді. Осы діндер бойынша зерттеген тұлға Бартольдтың айтуы бойынша 10 ғасырдағы араб географтары түркілерді исламға мүлдем жат халық ретінде сипаттайды деп жазып кеткен екен. Назарларыңызға рахмет. Келесі бөлімде біз әдіс тәсілдерді қарастырамыз.
тілейміз.